Сен бұзылған қызсың, сен сондай ашық-шашық киінесің. Сен неге маған жабық ки деп айтасың? Мен өзім әдемі киініп жүрмін ғой, саған не ұнамайды? Саған осылай ұнадым ғой деген. Кинодағыдай вспышка болды, шық жанды да шық өшіп қалды. Ешкімге ашылмаған көңілім еділге ашылды. Сізде не үшін тарыныш пайда болды? Ару мен Аружан түскен болатын. Қырғыздың қызын неге алмайсың, қайдағы бота, ол кім? Жымшық дей ма, мен көзім сығыр ғой, жымшық. Қызғаныш сезім кіште болса да болу бұты? Қазақтың қызын жылатып, жабық кейін тез бүйт сөйт деген сияқты болды. Ал маған мен өзім свободный дейді ғой, еркін жүріп қалған адаммын да. Өздеріңіз білетіндей ара-қатынас тоқтады. К сожалению или к счастью, білмеймін. Біз тек қана екі адамның атынан емес, екі ұлттың атынан сөйлегендей болып қалдық та. Біздің үйде ақша болмады, оны төлейтін. Соларға ладушки, направо, налево, и раз встали. И бір астына Шакира дейді. Осы жазда екеумізде күзде той болады дегенде етті. Күшті таныстық болды енді. Арген қазір жұлдыз болып кетті. Мен аяғым қисық. Ауыл бешерге болмайды. Аружан ғашық болдым, ойламағам қазір сондай әйелім деп шүкір. Золотой YouTube каналыбыздын катталуучулары, өзгөчө сонун конокторубуз менен биргеликте маектерди улантабыз. Дал ушул жерде келген, алыстан келген коногубуз менен маектен баштайбыз. Бүгүн бизде конокто мыкты блогерлердин катарын толуктаган, сап башында турган Бота айым бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Кош көрдүк. Саламатсыздарбы? Кыргыз эли, кыргыз халкы көрөдү го, осы. Ооба. Кош келипсиз. Салам бәріңізге. Кош көрдүк. Буйрусам мынакей жаланганда биз сизди бир болак берүүсүнөн Казакстандан көрүп жүрсөк, бүгүн өзүбүздүн мекенде мынакей Кыргызстанда өзгөчө маек болот деген ишеничтебиз. Аны алгач бул сапар, эмне сапар болот деп келиңиз. Ошол мен негизи Бишкек уже андай родной болуп калды го маган. Басында келген кезде ойламадым осылай күндө ылгый келип жүрөм деп. Ошоло биз клипке тартылууга келдик. Тартылуу дейді ғой, сизде. Бизде түсүү дейді. Клипке түсүү үчүн келдим. Калыс Жакупов дурус айтып жатырмын деп ойдам. Сол кісінің клипіне Арген экөө түстү. Сонан кийин келесі клипте астына бәрі жазды. Кім шақырамыз, давайте Ботаны деп. Сол үшін өзім окурмандарыма сәлем айтып коеюнчу. Окурмандарым аркасында отуруп мына жерде. Бота деп жазгандан кийин мени шақырды. Сол кеше репетиция болды. Андай сонун клип шығады. Андай билейтін сондай күшті клип дайындап жатырмыз. Буга чейин байкашыбыз боюнча көп Кыргызстанга кызыкчу эмессиздер. Бирок Аружан келгенден кийин, келин баласы келгенден кийин көбүрөөк келип баштадыңар. Кыргызстандын кооз жерлери кандай экен? Ошко чейин барып келген, Жалал Абадка чейин. Өтө конак жайсыздар. Багына да айтып жатырмыз ғой. Биз негизи айтамыз Казакстан конак жай деп айтамыз да. Бирок деген биз алдында Жалал Абадка барган кезде тойга деген Шах Мырза, Камила ханымдар таң қалды. Кыргызстан кандай конак жай деген сияқты көрүп калса көшеден, жүрүңүз сизди үйгө шакырайык, жүрүңүз сизге нан алып берейик, акчалай берип жаткандарды жок керек эмес, маны сизге деп тойда откандын өзүнде де жаңағы ресторанга келип бизде сизди көрүп кетүү үчүн келдик деген сияқты. Енді сол жерден салыштырганга келгенде менин оюмча кичине Кыргызстанда ол көбүрөөк. Даже кеше клипке түсүүгө келдик. Бизди каршы алды. Стол жайды, одан кейін клип репетициядан кейін қайттан дастархан жайып жатыр, одан кейін қайттан дастархан жайып жатыр. Соны таң қалып жатырмын, қандай қонақ жайсыздар деп. Өте таң қалдым, өте андай приятно, очень. Сонун негизи жакшы сөз угуу адамды ушунчалык эргитип, жүрөгүңдү ушунчалык балкытып жиберет эмессизби? Жакшы сөздөрүңүз үчүн чоң рахмат. Анан негизи эле ушул өзүңүз тууралуу дагы кыскача маалымат бериңиз деп сурайлы. Анткени бир болак берүүсүн жаштар көбүрөөк көрсөк, улуу муундар бул Бота деген ким болду экен деп айтышты. Өзүңүздү тааныштыра кетиңиз. Негизи өзүңүз баарларыңыз билетиндей бир болайык бағдарламасында 5-ші маусымда отырдым.
ол жақта өзім жігітіммен жұп болдым, бірақ ештеңе болған жоқ. Одан кейін биыл 6 маусымға бардым. Бәрі сен неге келдің? Сенің жігітің бар еді ғой деп. Болмады дедім. Осы маусымда менің үмітім бар дедім. Осы маусымда өзім адам кездестіретін шығармын деп бардым. Отырым, ешкім жоқ, ешкім ұнамайды, үміткерлер келіп жатыр. Содан Аружанның тойы болды емес пе бізде ұзату. Сол кезде жаңағы өздеріңіздің халықтарыңыздың баласы, соның балалары Еділмен таныстық. Бізде күшті таныстық болды. Ешкімге ашылмаған көңілім Еділге ашылды. Бір тез болып кетті барлығы. Күтпеген жерден. Иә, күтпеген жерден андай бүйтіп жай бір прогресспен болған жоқ. Таныстық бірден андай халықтың назарына ілініп қалдық. Бірден сезіміміз ашылып кетті. Бәрі бірден болып кетті да. Соның арқасында жаңағы шынды керек көп аудитория жиналды бізде. Еділде де ол қатты бір блогер болмаған, менде бір средний болғанбыз да. Қырғызстанның аудиториясы сол Еділмен танысқаннан кейін келді. Еділ в шоке, мен в шоке, осындай просмотр болып жатыр ма деген сияқты. Бірақ енді өздеріңіз білетіндей қазір арақатынас тоқтады. К сожалению или к счастью, білмеймін. Осы 6 сезонда сол Еділмен таныстығым болды. Осы жыл тағы да келсеңіз деп қояды маған. Жоқ, рахмет. Бұйыртса енді өзім табиғи жолмен бір жігіт кездестірермін. Ал жақ болмайды екен. Иә, болады, бірақ 2 жыл отырдым. Кішкене уақытымды үнемдейін деп басқа жұмыстарға кірісейін деген тұрмын ғой. Көпчіліктің қызыққан сұраусы бұл Еділ мырзамен болған мамиле болушы мүмкін. Анан Еділ мырзанын берген маектерінен кейін сен тарихчада, историяда дағы аға болған жооптарды көрдік. Эмнегедир да капа болгонун мүнөздү көптөгөн тарыхчылар жүктөдүңүз. Себеби эмне болду? Сиз эмне үчүн таарыныч пайда болду Еділ мырзага? Интервьюдан кейін. Ооба, интервьюдан кейін. Анан интервьюсу чыккандан кийинки. Интервью бергенде басында мен мән бермедім. Ладно, интервью бере берсін дегендей. Бірақ комментарияларды оқысам, барлығы жаңағы бота, қырғыздың қызын неге алмайсың, қайдағы бота, ол кім, жымшық дейма, мен көзім сығыр ғой, жымшық қызды қайтесің деген сияқты. Маған шыны керек, адаммын ғой, обидно болды. Сен интервью беруге барасың, и мені жаман, енді ол жамандаған жоқ. Бірақ халық солай түсініп жатыр, халық солай көріп жатыр, халық ештеңе дей алмаймын. Адам болғаннан кейін бір көңіліме тиіп қалды. Ладно дедім. Потом бір апта, 2 аптадан кейін ағамыз тағы интервью беруге бар. Мен ладно деп үндеп едім. Сосын TikToktан шықты. Көп адам наразы болды біздің жаңағы бірге болғанымызға десек те болады. Көп хейт жазылды. Маған ғана емес, Еділге де көп хейт жазылды. Біздің қазақтың қызын жылатып. Одан кейін өздеріңіз байқағандай Инстаграмда болды ғой. Қазақ қырғыз деп бөлініп кетті. Шыны керек, мен осы интервьюға келгенде кішігірім аяқ тартындым, қорқып қалдым. Кіріп кетқан мүмкін атмена берейін ба деген сияқты. Өйткені үлкен жауапкершілік. Біз тек қана 2 адамның атынан емес, 2 ұлттың атынан сөйлегендей болып қалдық та. Мен Қазақстанның атынан, ол Қырғызстанның атынан дегенде үлкен жауапкершілік мойнымызға келді. Әр сөзімді қазір не айтам, бірдеңе айтып тағы 2 ұлттың ортасына бір от салғандай болмайын деген. Екеуміз сол шетінен қатты жаңағы хейт жағы ауыр болды. Қалай тез көтерілсек, солай қатты хейт болды ғой. Енді көтереміз, халықтың алдында жүруді өзіміз таңдадық қой. Көтереміз барынша. Сол 2 ұлт болып араздасқанымызды қаламаймыз. Жай ғана 2 адам арақатынас тоқтатып болмай қалды деген әңгіме ғой. Негізі өзің айтып қалдың ба, батырақ башталып бізден мамиле бирок батырақ эле бүтүп калды дейчи. Иә, кинодагыдай эле вспышка болду, шык жанды да эле шык өсүп калды. Буга эмне себеп болду? Биздин Еділ мырза ушунчалык романтик бекен же болбосо мүнөзүңүздү таба билдиби, көңүлүңүздү ала алдыбы? Эмне үчүн мынча бат тез? Тез болгону басында адам негизи адаммен танышканда сырт келбетине карайт, бәріңіз билесиздер, бою узун жигит. Мен өзүм кичкене андай ашык адаммын, кичкене туштакайлыгым бар, көп күлүп жүрем, кичкене андай, калай айтсам болот, жан жагымды жаркыртып жүрем, күлейик, ойнайык деген сыяктуу. Ал сырт көзгө ол жаман көрүнүп калышы мүмкүн да. Ал Еділ ол жаңагы сдержанный, бою узун, спортсмен, өзү модель, көзүмө түстү. Неге таныспаска, өйткені жагып тур, бір көргеннен жагып тур, таанысайын деп. Одан кейін арақатынаста романтик болып шықты. Өздеріңіз байқасаңыздар, мен Бішкекке шақырып жағында 101 розасымен отырым шығып кетті.
сосын отырмын, қайда кетіп қалды ағамыз деп отырмын. Сосын бірақ артымнан келіп тұр, бұрылсам кәдімгідей 101 розасымен келіп тұр. Ең керемет ресторанға мені шақырып, мен үшін Алматыда кәдімгі 3-4 күнде, бір апталап болды. Мен түсінемін, өзінің жұмысы бар Бішкекте, бірақ бағдарламаға келіп, бағдарламаға ол кісіні шақырғанда да бармаймын деді. Мен жаңағы хайп керек емес маған. Хайп жасасам, өзім елімде де жасай берем. Ол жаққа барсам дұрыс түсінбейді. Маған жекеме жазады. Қалайсың? Бір болайық қашан бітеді? Бір болайық біткеннен кейін танысайық. Сосын мен айтамын, неге келмейсің? Неге бір болайықта таныспаймыз? Маған ондай внимание керек емес. Жаңағы мен сенімен танысқым келеді дейді. Сол үшін жеке танысайық деді. Одан кейін жаңағы Ару мен Аружанға, Аружанға үлкен рахмет. Екеуінің арқасында біздің таныстығымыз сол бағдарламада басталды. Бір күшті таныстық болды енді. Бат елі ұнтық қалыш қиын болсы керек. Иә. Сол барлық жағынан жақсы бала. Мінезі салмақты. Менің ойымша жаңағы интервьюді көрдім. Ол кісіге жаңағы жабық киінетін деп айтты ғой. Сондай бір иманды қыз кездессін деп мен де тілекшімін. Әр адам тең-теңімен болмай қалса қапа болмаймын енді. Бәрі жақсылыққа. Әдемі, бәрі жақсылыққа, әдемі қыз кездессін. Мен таңғалғаным, мен қандай болмасам да ата-анасы, отбасы мен жақсы жаңағы жақсы қабылдады. Мен өмірде көрген емес, бірақ анасы жайлы көп әңгіме естідім. Аружан айтып беретін, Еділ анасы жайлы айтып жатыр. Мен сұрайды екен, бота тамақ ішті ма? Бота қалай? Бота екеуіңде қалай болып жатсыңдар деген анасынан туған бір қызығушылық болды біздің арақатынасқа. Байқасаңыздар, менің арақатынасымда, енді білмейсіздер ғой көбісі енді, менің бұрынғы арақатынасымда осы ата-ана жағынан бір запрет болатын. Ол қызды не істейсің, жаңағы көп түсінбейді, мен өзім творчестволық адам екенімді. Үйде отыратын қыз керек, бота болмайды деген сияқты. Ал Еділдің ата-анасы оған қараған жоқ. Жаңағы бота әйбет қыз, бота жағып жатыр бізге. Еділ айтады, мен жаңағы қаншама қызым болды, қаншама таныстық болды, жаққан тек қана сен деген сияқты. Сол үшін ата-анасы көріп жатса, ата-анасына үлкен сәлем айтқым келеді. Егер өмірде көріп қалып жатса, сіздермен таныстыққа ашықпын. Негізілі ушул өзіңіз айтып қалғаныңыз ба, Еділ мырзаға көбінше өзі жауық жүрген, иман жолында жүрген, жолы қорғанған, ушундай кыздар жагат экен депчи. Эгерде сизге ошол нерсени сунуштаса макул болот белеңиз. Бота жанантип жамгырда бийлегендериңди токтот. Жамгырдын астына Шакира деген коюн бәрінде. Шыны керек, басында айткандай биздин аракатыбыз тез өрбүп кетти да. Мен бүкіл жан дүниемен ғашық болып үлгерген жоқпын. Унады Еділ, махаббатқа дейін кішкене жетпей қалды. Ол кісі де арақатынаста былай болды. Екеміз таныса салып, сен бірден маған ұнайтын адам болшы, бірден жабық келші, бірден биіңді билемей-ақ қойшы. Өйткені осы жазда екеумізде күзде той болады дегенде айтты. Жаңағы жазда келіп тұр Бішкекке, 1-2 ай жаңа квартира саған снимать етіп берем, үйлен дейді Бішкекке. Бішкекте үйлен 1-2 ай тұр, одан кейін сені күзде жаңағы келін қылдырып алып кетем деді маған. Ал мен үшін ол жарты жыл жаңағы тез болып кетті да. И қалай айтсам екен, тез-тез жабық кейін, тез-тез бүйт сөйт деген сияқты болды. Ал маған, мен өзім свободный дейді ғой, еркін жүріп қалған адаммын да. Сен неге маған жабық ки деп айтасың? Мен өзім әдемі киініп жүрмін ғой, саған не ұнамайды, саған осылай ұнадым ғой деген сияқты пікір болды. Сол жерден бәлкім менің қате шығар, білмеймін. Егер мен ол маған кішкене уақыт бергенде, жаңағы 1-2 жыл арақатынас болып, мен ғашық болып қалсам, кәдімгідей баспен кетіп болды, мен саған ғашықпын десем, ол айтпай-ақ, мен өзім ақ солай киінетін едім, өзім келетін едім сол нәрсеге. Еділге, менің болашақ жарыма, менің ұзын киінген ұнайды ғой, неге ұзын киінбеске деген сияқты. Махаббат болса, бәрін жасайтын едім. Бір махаббатқа жетпей жатып, сол запреттер болғаннан кейін, мен аяқ тартынып қалдым, түсініспеушіліктер көп болды. Біз экранда күлеміз екенбіз, жүреміз, видео түсіреміз, бақыттымыз. Бірақ экранның ар шетінде осындай мәмілеге келе алмай жатқан моменттер өте көп болды. Менің өзім эгом бар, мен дейтін. Еділдің өзінің эгосы бар, мен еркекпін, неге мен айтқан тыңдамайсың.
сондай бір моменттер болып қалды. Түшінікті. Демек, өзіңіздердің мамилеңіздің тоқтоосуна дал ошол пикир келишпестиктер. Иә, түсінбей қалдық бір-бірімізді. Ол кісінің өмірге деген көзқарасы өзі айтып кетті ғой. Кішкене, қалай айтсам екен, тыныш отбасы, ата-анам бар, келін үйде, ыстық шай құйылса, таңғы ас, кеште кешкі ас, әйелі орамал тағып күтіп отырса, негізі көп еркектің арманы сол. Сондай әйел болғанын қалайды. Ол дұрыс. Мен оны сыйлаймын. Неге сен үйтесің, сенікі дұрыс емес деп айта алмаймын. Ал менің көзқарасым кішкене бөлек, менің жаңағы. Сол үшін де хейт көп. Сен неге ел айтқандай қыз бола қалмайсың сен, деп маған ұрсады. Бірақ енді әр адамның таңдауын сыйлау керек деп ойлаймын. Мен егер солай қаласам, мен жаман адам емеспін. Немесе ол да бір жаман адам емес менің көзімше. Бирок биздин мырза баргандан кийин деле чогуу видеолорду түшүрүп аттыңыздар. Сүрөттөр жүктөлүп атты. Бирок ошол эле учурда сиздин мурунку жигитиңиз менен сүрөттөр жүрдү да, видеолор. Көп сурак салып. Анан көрүп алып, эмне үчүн өчүрбөйт дегендечи, эдил эмне кызганбайбы депчи, мен эркек го кызганыш керек го депчи. Ол маселе жайында да көп әңгіме болды. Көп, қазір енді интервью сізден тыңдап отырмын да сұрақтарыңызды. И жауап берейін десем, бір андай, без фактов. Бұрынғы арақатынаста менде өте жақсы тоқтады. Мен арақатынасты аяқталғанда, ол адамды жамандап, болды, мен сені жек көрем, мен сені блокқа тығам, сен маған бүйттің, сөйттің деп айта алмаймын. Андай, білмеймін, арақатынас тоқтаса да, көрген кезде сәлем, қалайсың деген сияқты бір жылы арақатынас қалғанын қалаймын да. И Арсенмен, бұрынғы бірінші жігітімен солай тоқтады. Өте жақсы тоқтады. Бір жылы көрген кезде бота деп, әлі күнге дейін жазады, мынау былай істесем қалай, немесе былай дұрыс па деген сияқты. И шынымен де ол арақатынас достыққа ұласып кетті. Кәдімгідей бір балық махаббат, бір ыстық махаббат болады ғой, сондай болды. Көрмеппін ол кісінің менің артымнан жамандағанын, ай бір бота бір сондай болды деп айтқанын мүлдем көрмедім. Мінездері ұқсайды айтпақшы. Арсен де сондай творческий адам, бірақ андай спокойный болатын. Мен оның жанында давай бүйтейік, давай сөйтейік, он в шоке. Мен өмірім не болып жатыр депші, ертең мұнда барамыз, ертең анда барамыз деп. Сосын үйрендім менің темпіма. Бірақ арақатынас тоқтағанда, былай жақсы тоқтады да. И ана күндерді қарағанда андай, қандай күшті күндер болды деген сияқты қараймын өзім. Тұра берсінші деп. И солай қалып кетті. Еділ айтқан болады, неге өшірмейсің деп. Айтқам, егер сен мен саған тұрмысқа шықсам, мен сенің әйелім болсам, өше салам, маған проблема емес. Азырынша жоқ. Ондай проблема емес деп өше салатын едім. Бірақ қырсықтығым болып қалды ма, бір минус менде болды, бір қырсық мінезім бар. Өшір деп тұрсың ғой, өшірмеймін. Өзім өшіремін деген сияқты бір андай қырсықтық болады ғой барлық қызда. Бізде көкбет деп қотаны. Көкбеттігім бар, шыны керек, ашық айта берейін. Сондайым болды. Азыр бирок карап турсак, ал мырза дагы ушунчалык башка кыздар менен видеолорду көп чыгарып атат, Анан кээде карап туруп мындай го, мамиле токтогондо карап тур мен өзгөрөм дегенси бир нерселер чыгарып каласың го, кыздар деле, балдар делечи, атаандашы. Мындай кызганыч сезим кичине болсо да болобу да? Кызганыч сезим болды. Экөөбүз аракатынасыбыз токтомай жатып, Еділ бір қызбен коллап түсірді. Бір рекламаға түсірдім деді, и оны салып қойды. Мен мән берген жоқпын, жарайды енді дедім. Қызғаныш болады. Мен айтпаймын, қызғанбаймын деп. Қыз болған соң, адам болған соң қызғанасың. Бүйтіп қарадым, Инстаграмнан шықты. Не үшін салды дедім да, көңілім түсіп қалды. Жарайды деп қойдым. И кешке таман комментарий көп болып кетті. Қарасам мен жайлы. Ботаға қарағанда жақсы қыз. Вот, қырғыз қызы керек біздің Еділге. Қандай күш жарасасыңдар, ала ботаны қайтесің, ботадан да жақсы қыз деген коммент көп болып кетті да. И мен айттым, Еділ, сен салып атсың оның барлығын. Коллап шығар, реклама шығар, бірақ комментариясын оқышы дедім. Не жайлы жазып жатыр? Мен жайлы жазып жатыр дедім. И маған осы шеті обидно. Өшіре салшы, пожалуйста дедім. Ол түсінді бірден өшірді видеоны. Бірінші коллаптарын өшірген болатын. Мен ренжімеймін бірге түсіргендеріне, бірақ мен жайлы жазылып кетеді да, соны оққанда көңілім түсіп қалады. Сол үшін ренжимін, шыны керек. Ал арақатынас тоқтағаннан кейін түсірді, тағы да әлі күнге дейін мен жайлы айтады.
қойыңдаршы мына боталарыңнан шаршадық, бота жайлы жазбаңдаршы, еділ ғана жайлы жазыңдаршы деп оқырмандар айтып жатады әлі күнге дейін. Бірақ енді түсінем, ақыры оқырмандары бар, неге түсірмеске, неге ары қаратай алып кетпеске. Ақыры оқырмандарының сол кісіге деген көңілі ауып тұрса, оқырмандарына ол кісі бір нәрсе беру керек, съемка беру керек, жаңағы фото пост болсын, салу керек. Напақасы ғой, табысы модельдіктен бөлек, инстаграмнан да бөлек табыс алып отырса, неге алмасқа, неге түсірмеске, ақыры халыққа қызық болса. Мен жындандым, шыны керек, неге үйтесің деген сияқты. Қазір түсінемін, өйткені менің де напақам, менің де табысым инстаграмнан болғандықтан, неге мен өзім ғана істеу керекпін, неге ол істемеу керек? Сол үшін ол да жасасын, ол да түсірсін. Мен өзім өнер адам болғаннан кейін мен түсінем, клип түсіріпті бір свадьбадағы клип па, мен түсінем, өйткені мен де шақырып жатырмын, мен де қазір клипқа бара жатырмын, ол менің табысым, мен де бара жатырмын деген сияқты, неге ол түсірмеске, түсіре берсін деген сияқты. Қазір көңілім басылды. Мамиле қандай қазір? Күтіп алам деді Аргенге, мен өзім күтіп алам деді. Мен естідім, көріп жаттым барлығын, жарайды дедім. И біз түнде кеп қалдық. Таңғы 5-6-да Арген айтты, мазаламай қояқ ешкімді. Ят болады ғой, таңғы 5-те кеп тұрақ күтіп ал деген. Мазалаған жоқ, біз өзіміз таксимен кеп алдық. Таңертең Аргенге жазыпты, қаншада болса да алып кететін едім ғой, таксимен неге әуре болдыңдар, өзім күтіп алатын едім деген сияқты. Болды, одан кейін бір жеке кездесіп, сөйлесіп, әлі әңгіме болған жоқ. Ара қатынас тоқтаған кезде мен айтқам, жарайды ара қатынас тоқтасын, қаласаң дос ретінде сөйлесек, өйткені бірімізге жау болып кетпейік. Жаңағы көрген кезде сәлеміміз үзу болсын, ортамыз Арумен жаңағы Аргеннің достарымыз ғой екеуміз. Болашақта балалардың тойлары болып қалсын, үйлерінде той томалап болып қалсын, біз шақырат, бет көрсеміз, сол кезде бірімізге бет алартып отырмас үшін сөйлесейік, адамымыз ғой деп едім. Ол кісі айтады, мен өзім жақсы көрген адаммен дос бола алмаймын дейді. Мен етіп дым болмағандай жүре алмаймын дейді. Сол үшін мен сені көрмесем, ұмытып кетем. Сол үшін дос болмай қояйық, бірімізді көрмей қояйық, тезірек ұмытамыз деген мәмілеге келдік. Сосын интервьюдан кейін мен кішкене жаңағы комментарияны оқып көңілім қалғаннан кейін мен отписка жасадым, ол кісі де мен отписка жасады. Бетпе-бет сөйлеспегеннен кейін мен өзім жақтан болмайтын бір нәрсеге ренжіп қалам, ол кісі өз жақтан нағыз не істеп жатыр деп ренжіп қалуы мүмкін да. Сол үшін бірімізді көрмей қояйық деген, инстаграмнан да көрмей қояйық деп отписка болды. Бірақ азыр бардығы жақшы. Жигит деген көп, бирisi андан да жакшысына жолугасыз деген байда. Анан эми өзүңүздүн да ушул чыгармачылык деп койсок болот, э? Негизи эле ар дайым баягы көрүп, суктанып тургандардын катарын токтойбуз, анткени ар бир видеодо ушунчалык өзгөчөлүктөр бар. Рахмет байкагандарыңызга. Анан бирде карасаң жамгырда бийлеп аткан, бирде карасаң өзгөчө, билбейм, мага жагат да блогерлердин катарынан. Анан негизи эле ошол нерсени алып чыгууда идея кайдан келет? Мен өзім жаңағы бала кезден билеп өстім. Ата-анам биге қарсы болды басында. Билемей қой қызым, не істейсің? Ол кезде қаражат жағынан қысылдық. Жаңағы биге қатысқаннан кейін ақша төлеу керек қой. Курсқа, иә. Біздің үйде ақша болмады, оны төлейтін. Мамам маған жаңағы не беретін? 50 теңге, жаңағы біздің қазақша теңгемен 100 теңге, соны пирожки алып же деп. Пирожки алмайым, жинайым, 2000 теңге болады. Барамда биге берем. Тығылып биге қатысып бастап жүрдім. Сол кезден бастап жаңағы өнер адамы кішкене қияли болып келеді ғой. Неше түрлі нәрселерді істегіміз келіп, содан пайда болған шығар. Қазір де ойлаймын, бір видео түсірейін десем, ішімнен өзі пайда болады. Бәрі былай түсіріп жатыр ғой. Может, сен былай істеп көресің деген сияқты. Может, переходты басқаша істеймін. Бәлкім видеомда жаңбыр жауып тұрсын, бәлкім қайықтың үстінде шығамын деген сияқты өзім бір қияли ойларым бар. Өзім сондай ойлармен аудиториям жинап алдым. Ол кісілерге де ұнайды, өзіме де ұнайды. Видеоларым жақсы деді, маған да жақсы, ол кісілерге де жақсы. Мен айтып отырмын ғой, Еділ екеуміз неге болмады, өйткені мен сондай қиялилығым бар. Отқан кезде не ала салшы, билет ала салшы, кеттік ана жаққа. Немесе отырам, давай мына жаққа барамыз. Давай бүйтеміз, кішкене спонтанды сондай адаммын да, ал ол кісі кішкене спокойный. Есің дұрыс па деген сияқты қабылдайтын сияқты. Бір сондайлығым бар. И
өзіме де ұнайды сторисқа жай бүйтіп қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, мен бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын, өзім ішім пысып кетеді. Маған лучше экшн жасау керек, трагедия жасау керек, переход жасау керек. Солай өзіме қызықты, өзім жаңағы содан бір ләззат аламын жұмысымнан қазіргі. Сол үшін өзіме ұнағандықтан жаңағы оқырмандарыма да ұнайтын сияқты. Сол жағынан қараймын. Бир гана ошол блогерлик менен алектенесизби, башка да жумушуңуз барбы? Басқа да блогерлықтың алдында мен осы биден сабақ берген болатын. Жаңағы ақшамды жинап, биге берем, билеп жүрем, өзім парша-паршам шығып. Мені директорым байқап қалады, хореограф. Сен өте жақсы билейсің ғой, қабілетің бар. Мен осындай студия ашып жатырмын, бәлкім сабақ бересің дейді. Мен ақырындап биден сабақ бере бастаймын. Ол кезде өзім мектеп оқушысымын. Бірақ детский садтағы балалар бар ғой, 3-4 жастағы. Барамын соларға ладушки, направо, налево, и раз встали. И солай үйретіп, жаңағы биден сабақ беріп бастадым. Одан түскен ақшамда жаңағы оқудың ақшасы болсын, солай төлеп жүрдім. Мен негізі бірінші мамандығым стилист, модельер. Сол жайда жұмыс істеп жүргенде көп ойым биге алып кетті да. Сөйтіп билеп жүрем, биден табыс таба бастаймын, балаларға сабақ бере бастаймын. Жаңа бірінші мамандығым қалып кетті. Істедім ол мамандықты 1 жыл. Менікі емес, менікі болмады. Ол мамандығым қалды, дипломым сандықтың астында жатыр. Екінші мамандығыма осылай биден сабақ беріп бастадым. Одан ақырындап ойлаймын, мен неге біреуге жұмыс істеймін жаңағы. Процентке жұмыс істейсің ғой жаңағы. Жартысын өзің аласың, жартысын директорыңа бересің, жартысы жаңағы арендаға кетеді деген сияқты. Ойлаймын, өзім ашайыншы. Солай. Талғарда, Алматыда, Талғар Есік деген қалалар бар. Сол жақтан студиямды ашам. Modern Dance Club деп. Современный биден бере бастаймын. Көбісі, мен блогер емеспін, бірақ көбісі тани бастайды. Ана билейтін қыз ғой, осы қызға биге барайық деген сияқты. Менің қызым саған қызығады, биге берейік деп. Құдайға шүкір, өзім студиямды аштым, балаларым көп болды, биден сабақ бердік, конкурстарға бардық. Солай бірінші жұмысым солай болды. Одан ойлаймын, неге мен биден сабақ беріп жүрмін, неге жаңағы жоғарғы оқу орнына түспеске деген сияқты. Менің аяғым қисық. Мен былай қазір тұрсам, негізі бишілердің аяқтары былай тұрған кезде былай түп-түзу болу керек қой. Менің аяғым қисық. Ол бишілерге болмайды. Биші болсаң аяғың түзу болу керек, асанкың мынандай болу керек деген сияқты. Сонда да барып аламын ғой Жүргеновқа, мен алыңыздаршы, мен билегім келеді деп. Классика, мен современ хип-хоп билеп қалған қызбын да. Оқуға түсуге барсам, станоктың жанында классика билеу керексің. Мен оны істей алмаймын. Барамын да құлап қаламын, өтпей қаламын. Екінші жыл барам, мен классиканы үйреніп келдім депші, экзаменға кешігіп тағы алмайды мен. Үшінші жыл дайындалып, күндіз бойы станоктың бойында тұрып, аяғым лақтырып, жаңағы бәрін үйренем де барам. Сөйтіп грантқа түсіп кетем. И солай жоғарғы оқу білімімді алып, одан қоса курстар бар, би әлеміне мүлдем кіріп кеттім. Жаңағы каблукпен билейтін бар ғой, high heels. Сол биді актуальный болып кетті Алматыда. Өйткені әйелдердің көбісі айтады маған, бота әйелдегі энергияңыз өте жақсы, экраннан қарасақ та сезіліп тұрады дейді. И сол шетінен әйелдерге жаңағы қыз келіншектерге каблуктағы би, high heels биін сабақ бере бастадым. Жаңағы женский энергияны арттыруға, ол біреуге ұнау үшін емес, айнаға қарағанда өзің пластичный болу үшін, өзіңе бір ұнау үшін деген бір курс сияқты болды. Соны жүргіздім. Содан табыс алып келіп, үлкен табыс жасадым кәдімгідей. Ол биімді көбісі жаңағы, сен бұзылған қызсың, сен сондай ашық-шашық киінесің, сен сондай каблуктағы би билейсің. Көп ойлап қалады ки, мен клубта билейді, немесе андай тойда билейді деген сияқты. Жоқ, осындай бір закрытый зал. Сол жерде қыздар келеді кәдімгідей. И солай билейтін жері болатын. Соны ақырында инстаграмға салып көрдім. Көп хейт болды, бірақ сол видеоларым өзіме ұнайтын. Көбісі түсінбей жатады, менталитет қой. Қазақтың менталитеті бар, қырғыздың менталитеті бар. Жаңағы қазақ қызына тән емес деген сияқты. Бірақ сөздің ашығы керек, әрбір адамға, әрбір әйелге сондай дамыту керек өзінің. Жігіттің алдында болсын, күйеуіңмен болсын, бір ортада сізбен отқанда болсын, өзімді бір жақсы сезіну үшін мен әйелмін ғой деген сияқты бір энергияны арттыру үшін би ол хобби ретінде жеке өзің үшін инстаграмға салмай-ақ қой, тек кешке жақын жұмысыңнан кейін ақырын биге кіріп шығасың, и энергияң өсетті. Бір сол шетінен болды менің. Сол шетінен билеймін негізі ол биді. Азыр демек жалаң ошол би менен гана электенесиз. Қазіргі таңда толығымен блогерство.
осы съемкалар, жақсы рекламалар. Негизи анан дагы суроолорумдун акыркыларынан болсун, негизи эле азыркы учурда байкап көрсөк, сиз эми бир болоек менен таанылган адамсыз. Анан ал жакта Кыргызстандан барган мырзалар көбөйүп баштады. Азыркы таңда Азыр дагы мунун себеби эмне деп ойлойсуз? Же болбосо ал жака баргандардын эле баага ачылып, теги блогер болуп, же болбосо өзгөчө бир аудитория топтоп атканынын себеби болот абы? Балким өйткені Чын эле казак кыздары татынакайбы, тиги Жаннур айтмакчы. Жаннур айтып, жаным, ол жылап одан кийин. Негизинде шыны керек, көбүсү кызыгып калышы мүмкүн. Жаңагы Арген барды ғой. Арген казыр жулдуз болуп кетти, Арген блогер болуп кетти. Неге бармаска деген балким бар шығар. Адамбыз, пендемиз, кызыгабыз. Негизинде ол жака баары айтуу мүмкүн, жок, ол жакта хайп жок. Мен тек кана үйлөнүү үчүн барам деп. Шыны керек, менин оюмда болду. Мен барсам, хайп болсо да бола берсин, өйткені ол сондай орта. Мен билип баратырмын ғой кайда бара жатканын. Ол жерде хайп болот деген сыяктуу мен билдим. Каршы эмесмин ондай нерсеге. Бирок кыз болгондон кийин күйөөмдү тауып кетсем, жарымды тауып кетсем, неге болмаска? Это же классно. Сен блогер болуп кетесиң, өзүң жарыңды тауып кетесиң. Казыр Аружан менен Арген экөө блогер да, бири-биринин махабаттарын тапты да. Басында болды ғой, Арген хайп үшін келді деп бір хейт болып кетті ғой. Өзі чолға. Өмірде бәрі бірақ 5 секундта ғашық болып қалды Аружанға. Ой, өзі білмеді, әлі еді. Мен Аружанға ғашық боламын деп ойламағам. Қазір сондай әйелім деп шүкір деп айтады. Өмірде бәрі болады. Ол үшін хайп үшін барам деп, хайпсыз да айтып қалуы мүмкін, хайп үшін барам деп шынымен де тауып кетесің, например, оның әркім пешенеше жазғаны болады. Егер негізі Аргеннен кейін көп халық барды, менің ойымша керісінше ол жақсы. Егер қырғыз елінен қызы болсын, ұлы болсын танысып жатса деймін да. Өйткені бізде алдыңғы жылы қырғызстандық халық аудитория бір болақта көп қарамайтын. Арген менің ойымша, бәлкім қарайтын шығар, білмеймін, менің ойымша деп айтайын. Арген барғаннан кейін қырғыз халқы кәдімгідей жаңағы қазақстандық бағдарламаны таныды Аргеннің арқасында. Бір болақтың арқасында біз Аргенді таныдық деген сияқты. Үлкен бір коллаборация ғой қазақ елі мен қырғыз елінің арасында. Егер сіздерде осындай естілген болатын бір Қырғызстанда бір сондай ашылса екен деген сияқты. Қазақстанда да келіп қалар біздің қыз жігіттер, қырғыздың қыздарымен, олармен танысамыз дейтін. Бұйырса, негізі ал программаны көріп, әрбіріміз қазақша жөн эле толық түшініп қалдық. Мен де қырғызша түсінбейтін, түсініп отырмын сіздің айтқандарыңыз. Қалтырбай көріп, біліп жатабыз. Анан эл кызыккан, мен да кызыккан суроо. 7-чи бөлүгүнө маусумда барасызбы? Эгерде ал жактан жакшы адам чыгып калса. Жакшы адам чыгып калса, шыны керек, мен казыр барам, бармайм деп айта алмайт экенмин. Мен солай істеп көрдім. Жоқ, мен олай істемеймін деймін ғой. Алла тағала айландырып алдым алып келеді, соны істеп тұрамын. Сосын айтамын, мен мынаны істемеймін дедім ғой, ойбай, мен қайтып айтамын. Даже интервьюда осылай отырғаным өзі бекерден емес. Еділ интервью беруге барғанда, неге ол барды деп. Мен бармайтын болчумун дедіңіз. Мен, например, екеуміздің атымыздан бармаймын деген сияқты. Бірақ неге келдім? Өйткені Еділдің тарапынан интервьюда көп нәрсе сұрақ болып қалып қалды да. Өзім бара салайын онда. Ақыры ода тұрған ештеңе жоқ шығар. Мен де барайын, мен де айтайын, ақыры халық күтіп отыр деген сияқты келдім да. Сол себепті мен қазір бармаймын ол жаққа, или барам деп айта алмаймын. Бәлкім бармай қалам, бәлкім барып қалам. Маңдайыма не жазып тұр, соны көрем, бұйырғанын көрем. Бар болыңыз, сізге чоң рахмат. Бишкектин ортосунда жайгашкан Чопо арт студиясын таап келип калдыңыз. Сизге чоң рахмат, бар болуңуз. Дагы да болсо студиябыздан көргүбүз келет. Албетте шериңиз менен келиңиз, буюрса. Мурда ушул жерде Айгерим менен Дидар отуруп маектешти эле. Болуп Айгерим менен Дидар. Түгөйүңүз менен күтөбүз. Бар болуңуз. Кыргыз-казак достугу, биримдиги дагы да болсо күчөй берсин. Келиңиз, анда жакшы бир өзүңүздүн күйөрмандарга казак-кыргыз бир тууган деп коет. Жакшы кабат тилек менен маегибизди жыйынтыктайлы. Қазақ елі, қырғыз елі сіздер өте қатты жақсы көремін. Негізінде былай айтқанда бір жұлдызда емеспін, шыны керек. Сіздердің арқаларыңызда осы жерде отырмын. Сіздерге үлкен рахмет. Сіз болып, біз болып, енді ары қаратай дами берейік. Бұйыртса осы жерде сіз айтқанда өзім жұбыммен, бала-шағаммен интервью беріп қайтайық деп келіп отырайын. Жақсы күндерде кездескенше. Жақсы көремін сіздерді. Бар болыңыз. Сіздерге де рахмет. Накей достар, ушундай сонун маектагы жыйынтыгына келди. Эгерде сиз дагы жакшы бир каалоо тилегиңиз болсо, анда комментарий бөлүмүнө жаза кетиңиздер. Кызматыңыздарда Таңнур Молоева. Амандашканча.